Бүгін бізде лайфхак көпшіліктің сұрап жүрген қарбыздарды ең тәттісін қалай дұрыс таңдаймыз. Ал бүгін бізде Өзбекстанның дарбыздары. Әр адам әртүрлі әдіспен таңдайды, біреу соғып таңдайды, біреу астынан, біреу үстінен. Бүгін менің әдісіммен таңдап көріңіздер арбузды. Бірінші лайфхак, арбуздарда аналық аталық деген болады. Оны міне астыңғы жағынан білуге болады. Аналықтарында үлкен точка болады мынандай, ал аталықтарында мынандай кішкентай бір точка болады. Әрине аналықтары тәттірек болады. Екінші лайфхак ол қарбыздардың үстіндегі сабақтарынан білуге болады. Егер де үстіндегі сабақтар мынандай кепкен, қураған болып тұрса, арбуздың іші қызыл, тәтті деген сөз. Ал кейбірлерінде мынандай сабақтары жасыл болып тұрады, олар кішкене іші розовый болады. Ал үшінші лайфхак ол арбуздардың піскен кезде жерге жатқан жерлері сарғыштау болса, ол арбуз әбден піскен және ең тәттісі деген сөз. Міне жаңағы менің таңдаған арбуздарым ең дәу осындай точкасымен, аналығы үстіндегі жаңағы сабағы әбден піскен, жерге жатып піскен жері. Окей. Қап-қызыл, бисмилля. Тәп-тәтті.